Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасы. Жаңғызтөбе орта мектебі балабақша кешені коммуналдық мемлекет мекемесінің 10-шы А сынып оқушысы Мұсабекова Руслана. Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі. Сөз өнері арқылы халықтың тағдырын, мұңын, шындығын жеткізе білген. Ақын оның шығармалары өмірінің өзінен алынған терең мағынаға толы. Оның бірі құлагер поэмасы. Құлагер поэмасы қазақ әдебиетінің шыны. Құлагер поэмасы жай ғана жүйрік ат туралы шығарма емес, бұл көре алмаушылық пен әділетсіздіктің, қастандық пен трагедияның көрінісі. Поэмада құлагердің тағдыры арқылы ақын адам бойындағы қызғанышты, зұлымдықты айтады. Құлагер еркіндіктің, тазалықтың, асқақ рухтың символы. Ал оның қаза болуы бір ғана аттың емес, бүкіл елдің қайғысы. Ақын осы арқылы қоғамдағы әділетсіздікке қарсы үн қатады. Бұл поэма оқырмандарды ойландырады, сезіндіреді, терең толғанысқа жетелейді. Құлагер қазақ әдебиетіндегі трагедиялық туындылардың бірі. Қазақтың кең даласына еркіндік пен сұлулықты сирек еткен ақан сері өмір сүрді. Оның жан дүниесін түсінген, көңіліне қанат болған ең жақын серігі құлагер еді. Бұл жай ғана ат емес, иесінің сырласы, тағдырласы болатын. Құлагердің тұрпасы өзгеше еді. Кеудесі кең, жүрісі жеңіл, шабысында жеңіл екпіні бар. Ол дала төсінде бірге бөліп, алға ұмтылған сайын еркіндіктің бейнесінде көретін. Ақан сері домбыраның қоңыр үнін төккенде, құлагер сол әуенді жүрегімен сезетін. Екеуінің арасында байланыс сөзбен емес, үнмен түсінетін. Бірде Сағынайдың астында үлкен бәйге болатын туралы хабар келді. Ақан сері құлагердің баптап, алыс жолға дайындала бастады. Досым, бұл жолы да біздің мерекеміз үстем болады, деді ол. Ас өтетін жерге келгенде халықтың саны көп еді. Ақан сері өзінің ескі досы тәжірибелі атбегі Күренбайшымен кездеседі. Күренбай көріп тұрды алдын атын. Жануар жүрсін екен жылқы малдың. Жер ұзақ күш алды мұнда өрен. Жүрсін, бітімі өз айтып тұр жануардың, деді Күренбай. Аттан деген айғай шығып бәйге басталды. Құлагер алғашқы сәттен-ақ тобырдың алдына шығып, дала төсінді бірге бөледі. Оның жүрісі құстың ұшқанындай жеңіл еді. Бәйге қыза түсті. Құлагер өзінің ең басты бәсекелесі Көкбайытты атты озы балғасы суырылып шықты. Даланың ерке желі онымен, жалынмен ойнап, жеңіске жақындап қалғандай еді. Бірақ осы жеңісті көре алмайтын жауыз адамдар да бар еді. Батырыш есімді бай қатыгез құлагердің атағынан қорықты. Ол өзінің көмекшісі Жаманға қарап, құлагер бұл бәйгеге келмеуі тиіс деп сыбырлайды. Құлагер мәреге жақын қалған еді. Батырыш жеңілістің алдын ала дәмін сезініп, соңғы арамдығына көшті. Ол құлагердің жолын тосып, оны құлату үшін адамдарын тау шатқалына жібереді. Ол тек жеңісті ғана қалады. Қорқырап құлагер ат жатыр құлап іш мектеп шекесінен, қан бұрқырап шіреніп төрт аяқты тамау қырқырап, ақан сері тұлпарын басына еңкілдеп жылап қоштасу әнін шертті. Құлагер өлсе де, оның жүйріктігі мен ақынның адал достығы сақталып қалды. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы адалдық пен әділдік, өнер мен еркіндік туралы терең шығарма. Ақан сері мен құлагер тағдыры арқылы ақын қызғаныш пен қатыгездік пен қасіреттің ал шынайы достықтың мәңгілік құндылық екенін көрсетеді. Құлагер қаза тапса да, оның адал жүрегі халық жадында мәңгі сақталып қалады.